Жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Сәулелі ояу салысы, мейірімді қаршадай кішкентай қыз. Қолдайды батыр аңыз бабасы, таңырқап қараймыз біз. Досқа адал, жауға адал, шуақтанып таңыңа тазың жібек, күшті мықты біздің жібек, бабамдай рухты соғар жүрек, батыр жібек, жеңілуді білмеді тіпті. Алдыңғы бөлімде кішкентай бала жібекті жеңу Шолпанның ойлағандай оңай емес екенін түсінді. Ашық күресте одан толықтай жеңіліп, тіпті мәңгілікке көзін құртқалы жатқанда амалын тауып әрең дегенде қашып құтылды. Енді қулыққа көшіп, жібектің шын өмірінде кім екенін тауып, бір күн бойы аңдиды. Ақыры жанды жерлерін біліп, жібекті жеңудің амалын тапқанын түсінеді. Жібек, мен көлікте күтім, тезірек шық. Жарай! Әке? Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Қызық екен. Қайда кетіп қалды? Асығып тұрған еді ғой. Сәлем Жібек, базаға кел. Не боп қалды? Мен кешегі құбыжық туралы бір нәрсе білген сияқтымын. Жақсы, қазір дереу жетем. Дастан? Мынаның бәріне не болды? Кешегі әйел туралы ма десем, ертегі тауып қойыпты ғой. Қатырат. Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Немесе ұялы телефон сөндірулі. Бүгін бәрі келісіп алған ба? Сенің жақындарыңның бәрі менің қолымда. Олардың амандығын қаласаң, тезірек жет. Шолпан. Шолпан! Тоқтатайық. Жоқ, оған құқығымыз жоқ. Шолпанда барлық ережені бұзды ғой. Бізге неге болмайды? Болмайды. Мұнда кім бар? Сендер кімсіңдер? Қорқпа, біз саған көмектесуге келдік. Қазір барлығын түсіндіріп береміз. Жоқ, болмайды. Оған тыйым салынған. Мен бәрін айтам. Қазір ережеге бағынбайтын болды ғой. Заман басқа. Жоқ, айтпайсың. Айтам. Тоқтаңдар, не боп кетті өзі? Қайдағы ереже? Біз Темірханның әлемінен келдік. Сенің тылсым күшің де сол әлемге тиесілі. Темірхан жер бетіндегі тіршілік иелерін қорғау үшін сенің бойыңа осы тылсым күшті дарытты. Шолпан бар ғаламды басып алып, өзінің үстемдігін орнатқысы келеді. Оған кедергі болып тұрған сенің күшің соған қаншама ғасырдан бері қол жеткізе алмай келеді. Сондықтан бойыңдағы ерекше күшті қайтсең де сақтап қал. Әйтпесе бәріміз құраймыз. Ал сендер? Біз Шолпан толық жеңілгенде оның тасқа айналған жанын Темірханға тапсырамыз. Ал Шолпанды қалай тасқа айналдырам? Ол сен үшін түк қиын емес. Бойыңдағы күшті толықтай игер. Сол кезде Шолпанды жеңесің. Рас па? Иә. Жа, онда мен кеттім. Жоқ, болмайды. Мен қалайда жақындарымды құтқаруым керек. Сендер маған кедергі келтіре алмайсыңдар. Жоқ, Жібек, тоқта. Әне айттық, мес шықты ма?
біздің батыр қызымыз Жібек те келді. Жібек! Анау супер қаһарман қыз өзіміздің Жібек пе? Аха. Өзің асығыссың ғой. Алдымен емен жарқын әңгімелесіп алмадық па? Әңгімені қоя тұр. Әкемді, достарымды босат. Ал сен маған күшімді қайтар. Мына күшті ал да. Құры! Тылсым күш, саған қолым жетті ме ақыры?